Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк демесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз Кабутулла қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Ақтөбеде 12 жастағы оқушы мектепте көз жұмды. 12 жастағы бала құлағанда мойнымен үстелдің ұшына соғылған. Ақтөбеде 12 жастағы оқушы мектепте көз жұмды. Қал.оны.kz Ақтөбе қаласындағы мектепте оқушы құлап көз жұмды деп хабарлады Түркістан.kz Казинформ агенттігіне сілтеме жасап. Бұл туралы Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. Басқарма басшысы Рүстем Исаевтың айтуынша 12 жастағы бала құлағанда мойнымен үстелдің ұшына соғылған. Бала тыныстамай қалған, бірден облыстық клиникалық ауруханаға жеткізілді. Ес-түссіз болды. Жансақтау бөлімінде баланың өмірін сақтап қалу үшін дәрігерлер бар күшін салды. Бірақ ештеңе өнбеді. Сағат 11:25-те биологиялық өлім тіркелді деп хабарлайды Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Рүстем Исаев. Айта кетейік, 7-ші сынып оқушысы қаладағы номер 27-ші мектепте білім алған. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астында лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.